Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол. Бүгінгі видеоны бастамас бұрын лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Журналист Руди Галеттің айтуынша, Боруссия Дортмунд шабуылшысы Эрлинг Холланд Пари Сен-Жерменге ауысудан бас тартқан. Дереккөздің айтуынша, шабуылшыға париждік клуб қызықтырмайды. Еске салайық, ПСЖ Холландты Килиан Мбаппенің орнына алғысы келеді. Бірақ норвегиялық Мадридке көшуді жоспарлап отыр. Тек келесі жазда. Бақта ПСЖ Холланд үшін 200 миллион евро төлеуге дайын болған деген ақпарат бар. Париждіктер бұл соманы Килиан Мбаппені сатудан алуы тиіс еді. Ағымдағы науқан аясында Холланд Германия чемпионатында 3 матч өткізіп, 3 гол, 2 нәтижелік пас берген. Криштиану Роналду кеткеннен кейін туриндік Ювентус басшылары ПСЖ-ның шабуылшысы Мауро Икардиді сатып алуды жоспарлап отыр. Журналист Никола Шира аққара өкілдері аргентиналықтың агентіне хабарласып үлгергенін хабарлады. Қалған шешімді ПСЖ қабылдайды. Эвертон шабуылшысы Мойсе Кен Ювентустың екінші трансфері болуы мүмкін. Ойыншы Туринде медициналық тексеруден өтіп үлгерді. Трансфер 20-25 миллион евроға бағаланып отыр. Мауро Икарди осы маусымда 3 матч өткізіп 2 гол соққан. Лондондық Арсенал 2021-2022 маусымда қиын жағдаймен бастады. Зеңбірекшілер Англия премьер-лигасының қатарынан 3 раундында ұтылды. 1954 жылдан бері Арсенал бұлай маусымда нашар бастап отыр. Енді 67 жылдан кейін олар өз рекордын қайталады. Тағы бір айта кетерлігі, Арсенал алғашқы 3 матчта 9 гол айырмашылығымен жеңілген Англия премьер-лигасының екінші командасы атанды. Кеше Микел Артета ойыншылары Манчестер Ситиден 0-5 есебімен жеңіліс тапты. Енді зеңбірекшілер премьер-лига турнирлік кестесінде ең төменінде орналасқан. Манчестер Юнайтед шабуылшысы Криштиану Роналду Англия премьер-лигасының ең көп жалақы алатын ойыншысы атанды. Айта кету керек, өзінің бұрынғы клубы туриндік Ювентусте португалдық көбірек жалақы алатын еді. Енді 36 жастағы шабуылшы аптасына 560 мың евро алады. Екінші орында лондондық Челси командасындағы Ромео Лукаку, аптасына 525 мың евро. Ал үздік үштікті Манчестер Ситилік Кевин Де Брюйне жабады. Оған аптасына 450 мың евро төленеді. Еске салайық, қызыл сойқандар Криштиану Роналду мен 2 жылдық келісімшартқа отырды. Журналист Никола Шираның айтуынша, Миландық Интердің басшылығы өз командасының шабуылшысы Лаутаро Мартинесті келісімшартын жаңартуға көндірген. Дереккөздің хабарлауынша, аргентиналықпен жаңа келісім 2025 жылға дейін есептелген. Форвардтың жаңа жалақысы жылына 6 миллион евроны құрайды. Сонымен қатар оған қол қою бонусы ретінде 1,5 миллион евро төленген. Ағымдағы маусым аясында Лаутаро Мартинес тек 1 матч өткізіп 1 гол соға алды. Ромео Лукаку Челсиге кеткеннен кейін Мартинес клубтың негізгі шабуылшысына айналды. Наполи жартылай қорғаушыларын күшейту үстінде. Журналист Никола Шира өзінің твиттерінде хабарлағандай, итальяндықтар лондондық Челсидің жартылай қорғаушысы Рубен Луфты алғысы келетінін хабарлады. Неаполитандықтар ақсүйектермен ойыншының жалға берілуі бойынша келіссөздер жүргізуге тырысуда. Егер олар ағылшындықты ала алмаса, клуб Фиорентина жартылай қорғаушысы Софиян Амбратқа ауысады. Sky Sport хабарлағандай, Пари Сен-Жермен шабуылшысы Килиан Мбаппе клубтағы жағдайына көңіл толмайды. Футболшы париждіктер басшылары оны өз командасында күшпен ұстауға және Реалмен келіссөздер жүргізгісі келмейді деп санайды. Естеріңізге сала кетейік, корольдік клубтың соңғы ұсынысы 170 миллион және бонус ретінде 10 миллион евро. Одан париждіктер басшылары бас тартты. Айта кетерлігі, 22 жастағы француздың қазіргі келісімшарты 2022 жылдың жазына дейін есептелген. Егер онымен келісімшарт ұзарту мүмкін болмаса, онда ПСЖ 1 жыл ішінде шабуылшыны тегін айырылып қалу қаупі бар.